Қазір әйтеуір қоғамда парақшасында бәленбай адам бар, адамның барлығы азаңнан тұрғаннан бүгін не салсам екен, не қылсам екен, елді қалай өзіме қаратсам екен, қайткенде жұлдыз болып шығам деген дүниелермен алысып жатқан рас. Оның ішінде мені де қосып қоюға болатын шығар. Ақырып айқайлап кухняда отырсың, сөйлейсің, үйтесің, бүйтесің, анаған тезесің, мынаған тезесің дегендей. Жарайды, мақұл, қосылдық. Бірақ мынау бір-біріне тапсырма беріп, байының басына жұмыртқа жарып жатқандарды көріп таңданам. Баяғыда алтын басты әйелден бақыр басты еркек артық. Күйеуінің басын төрге сүйреген деп айтушы еді. Еркек бас әйел мойын деуші еді. Бұл еркектің басын сонша қорғып жұмыртқамен жаратын күнге жеткеніміз бір өкінішті жағдай енді. Өте ұят сон жасағандарға. Одан балаларын тұншықтырып атқандар бар былай. Ой-бой, сен бүйтесің, сен сөйтесің, сен. Оны да құптамадым. Көрінгеннен ілік іздеп өтқан жоқпын, рас сол. Жастықты жамбасқа байлағандарды да көрдік. Жастық біз үшін киелі. Әкең жататын жастықты баспа, жоғары көтер, әкеңнің төсегіне отырма дейді. Кім біледі, сіздің сол жастықта ел басқаратын балаңыздың басы жатқан шығар. Жоғын қимасаңызшы. Адамның басы да енді ол, ең біздің тұла бойымыздың бірінші көзге көрінетін қолы емес, бетіміз бен басымыз ғой. Ау, ашша деді мына балаға. Сондықтан оны да құптай қоймайым. Мен сіздің арқаңызда дұрыс айттың деп айтса екен деп айтып жатқан жоқпын. Шын мәнінде жиіркенішті дүниелер көбейді. Енесін сүйретіп билегендер де көбейіп кетті. Иә, енеңізбен жақсы қатынаста болыңыз. Жақсы қатынаста болу деген енең байғұсты алып шығып селкілдетіп билету емес. Мен бір рет енемді салғам, өте қатты уайымдадым. Шіркін-ай, сол адам баласын ренжітпейтін адамды бір сөз айтып, бір комментарий жазып, жүрегін жаралап қояр ма екен деп жаным шығып отырды. Әлі күнге дейін қарап сояқтың комментарийін оқып қоямын. Қандай жүрек жұтқан келіндерсіздер, енелеріңізді алып шығып құрбандыққа шалатын. Отырғызып енеңізге одан да ертек айтқызыңыз, біз қолдайық. Міне әже деген осындай болады деп. Сіздің парақшаңыздың дөңгелеуі үшін елдің бәрін құрбандыққа шала беруге болмайды. Я, мен балаларымда түседі, ол балам. Ал енемен жақсы қатынаста болу деген енемен билеу емес. Ененің де құрметі, келіндігі бар, сыйластық бар, әдем жарасым бар. Ол деген сіздің үйіңіздегі жақсы бір қасиеттерді көрсетіп тұрған жоқ. Соны ұқсақ қой.